Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Ғаламда үлкен өзгеріс жүріп жатыр. Қазіргі уақытта жер планетасында ерік еркіндігі заңына түзету енгізілді. Бұрын жерге жан болып түскен соң, рух оянса да, адам бәрін созып, өз қалауымен өмір сүріп, миссиясын кейінге ысырып, бұралаң жолды таңдауға ерік тиеді. Шешімін өзгертуге де, тағдырдан қашуға да мүмкіндік болды. Сол кезеңде таңдау толықтай жанның, яғни адамның қолында болатын. Ғалам әр шешімге еркіндік берді. Ал қазір бұл кезең аяқталып келеді. Енді таңдау еркіне қарай шешім келетін уақыт емес. Енді шешімді рухтың өзі қабылдайды. Ғалам күштері былай дейді: бұрынғыдай өзім білемін, кейін әлі дайын емеспін деп өмір сүру мүмкін емес. Рух оянған сәттен бастап, адам өз миссиясын жалтара алмайды. Жолды айналып өтемін деген сайын қарсы ағым күшейе түседі. Бұл жазалау емес, бұл ретке келу, бұл ғаламдық тепе-теңдіктің қалпына келуі. Енді жерде адам емес, рух жетекшілік етеді. Ал адамға қалғаны тыңдау, қабылдау және өз жолымен батыл жүру. Ғалам адамның өмірін миссиясы мен мақсатына кедергі келтіретіндердің бәрін жоғарыдан біртіндеп ысырып жолдан алып тастай береді. Әркім өз жолымен ақырын жылжиды. Өйткені ескі дәуірдегідей топпыз, қауымбыз, үлкен әулетпіз деп мың адам ғана, бір ғана адамның шешіміне телміріп отыратын уақыт өтті. Енді әр адам өз тағдырының, өз рухының ізімен, яғни жүрегінімен өмір сүреді. Қазірдің өзінде ұстаз рухтардың миссиясына, дамуына, атқаруы тиіс істеріне, мақсаттары мен ғаламдық жұмыстарына кедергі келтіретіндерді олардың өз рухы алып тастап жатыр. Себебі бұдан бұлай бірігу тек сана деңгейі тең, жүрек деңгейі үйлесімді адамдар арасында ғана болады. Бұл бөліну емес, бұл табиғи сұрыпталу, бұл әр рухтың өз жолына, өз уақытымен түсуі. Бұрын біз ұнамаған жұмысты тек айлық үшін істеп, жүрек қаламаса да, санамыз қарсы болса да, ұнамаған ортада өзімізді сүйретіп, жылдар бойы барып жүре беретінбіз. Ұнамаған адамдармен де дос, туыс деп мәжбүрлі түрде араласа беретінбіз. Жүрекпен шын қалап, араласудың орнына мәжбүрлі араласу болды. Көп адамның ғұмыры осылайша шыдау деген сөзбен өтіп жатты. Алайда 2012 жыл, ал одан кейін 2020 жыл осы бағдарлама түбегейлі өзгертілді. Адам енді жүрегі қаламағанды істей алмайтын күйге жетті. Аяқ тартпайды, болды. Ұнамаған жерге барсаң, тән ауыра бастайды, яғни тән белгі беруге көшті. Өсек бос сөз, артық әңгіме адамды шаршатып қана қоймай, іштен қажыта бастады. Бұл адамның есею кезеңі. Енді ешкімді зорлап ештеңе істете алмайсың. Адам бәрін өзі шешеді. Себебі сана есейді. Әр адам көптің айтқанымен жүріп, өзін жоғалтудан шаршады. Енді адам өз өмірін өз жүрегінің үнімен тыңдайды. Енді жұмысты да жүрекпен жасаймыз. Араласатын орта, дос, туыспен де жүрек қалауымен, өзіңді шын түсінетіндермен, өзің түсінетіндермен ғана бас қосасың. Бұл дәуірдің қағидасы осындай дейді ғалам. Қасиет пен ғаламның, мидың байланысы туралы айтайық. Көп адам қасиетті кейде терең түсінбейді, бірақ негізінде ол кәдімгі миымыздың жұмысы. Адамның қасиетіне мидың қай бөлігі нақты жауап береді? Ғылым тұрғысынан қарасақ, адамның қасиеті мидың бір ғана бөлігінде орналаспаған. Қасиет бұл мидың бірнеше аумағының өзара байланысып бірге жұмыс істеуінің нәтижесі. Яғни қасиет мидағы бір нүкте емес, жүйе. Мида қасиетке қажетті бір негізгі аймақтар. Бірінші маңдай бөлігі. Бұл аймақ ойлау, жоспарлау, шешім қабылдау, шығармашылық, жаңа идея тудыру қызметіне жауап береді. Адамның қасиеті саналы түрде қолдануы, өз жолын табуы осы бөлікпен байланысты.
Екінші самай бөлігі есте сақтау, сөйлеу, тіл, музыка және образбен ойлау қызметтерін атқарады. Сөзге, әуенге, өнерге бейімі бар адамдарда бұл аймақ белсенділік жұмыс жасайды. Үшінші төбе белгісі. Бұл бөлік денені сезу, кеңістікті қабылдау және нәзік сезімталдыққа жауап береді. Адамдарды терең сезіну, қолмен жұмыс істеуге байланысты қасиеттер осы аймақпен тығыз байланысты. Төртінші лимбикалық жүйе. Мидың терең құрамы. Ол эмоция, мотивация, ішкі қозғаушы күш пен шабытты басқарады. Эмоциялық сезіну болмаса қасиет толық ашылмайды. Оң және сол ми жартышарлары. Сол жақ жартышар логикаға, жүйеге, тәртіпке жауап береді. Оң жақ жартышарлар интуиция, сезім, қиял және бейнелік ойлаумен байланысты. Қасиеті дамыған адамдарда екі жарты шардың байланысы жақсы қалыптасқан. Қазір біздердің екі жақ ми жартышарларымыз, яғни полушария қатар жұмыс жасап тұр. Дамудың ең керемет кезеңі дейтініміз осы. Ғаламда қасиет мидағы нейрондық байланыстардың ерекше ұйымдасуы ретінде қарастырылады. Ми қай қабілетті жиі қолданса, соны күшейтіп отырады. Қасиет туа бітті болады, бірақ оның ашылуы мен дамуы тәжірибе мен ортаға тікелей байланысты. Кейде адамның қасиеті қатты қорқыныш кезінде немесе өмірінде өте ауыр шешуші оқиғаны бастан кешірген сәтте ашылады. Мұндай жағдайда миы нейрондары ерекше белсенді күйге өтеді. Кәдімгі қалыпта тыныш жұмыс жасайтын нейрондық желілер күрт қозғалып, санада жаңа байланыстар түзіледі. Сол сәтте адам бұрын байқамаған қасиетін танып жатыр. Ғаламда мұны мидың эмоциялық және шығармашылық орталықтарының күшейіп жұмыс істеуімен түсіндіреді. Қатты қайғы, терең күйзеліс немесе шексіз қуаныш кезінде мидың сезімге жауапты аймақтары барынша белсенді болады. Осы белсенділік жаңа ойды, жаңа бейнені, жаңа дүниені тудырады. Сондықтан да тарихта көптеген ұлы күйшілер, ақындар, өнер иелері ең ғажап туындыларын дәл осындай сәттерде дүниеге әкелген. Қайғы мен қуаныштың шегіне жеткенде адамның санасы өзгеше деңгейге көтеріледі. Ал ми жаңа нейрондық жолдар жасап шығармашылықты жеңілдетеді. Қазақ даналығы мұны қысқа ғана, бірақ өте терең мағынамен жеткізген. Қасиетті адамнан ғана қасиетті өнер туады деп. Бұл сөздің астарында үлкен шындық жатыр. Қасиет әрдайым жайлы кезде ашыла бермейді. Кейде адам қиналып жүріп, сыннан өтіп, ішкі күйзелісті бастан кешіріп, сол кезеңнен кейін ғана өз болмысының терең қабатын таниды. Яғни кейбір адамдардың қасиеті дәл осындай ауырлық арқылы, сынақ арқылы, ішкі күйреу мен қайта түлеу арқылы ашылады. Бұл да адамзатқа тән жол. Әрине, еш қиындықсыз ашылғанға ештеңе жетпейді, бірақ өте көп адамда осындай қиындықпен ашылып қасиеті ашылады екен. Сондықтан қасиет, дарын, талант, рух, ғалам, тылсым әлем деген сөздерді естігенде үстірт қарап, үрейленіп, қашқақтай берудің қажеті жоқ. Егер адам шын мәнінде ізденіп, зерттеп қараса, бұл ұғымдардың барлығы ғаламда әлдеқашан жазылып, дәлелденіп, зерттеліп қойғанын көреді. Мидың мүмкіндіктерін, сананың шекарасын күшейтетін ғылым еңбектерді оқысаңыз, бәрі түсінікті тілмен баяндалған. Бұл қиял емес, нақты зерттелген ми қызметі. Нейрофизиологиялық, психология, нейробиология десек болады. Ал рух, әруақ деген сөздерден неге қорқамыз? Ұлттың да, адамның да рухы бар. Бұл жоғары мен, кие, ішкі болмыс деген мағына. Ата-баба рухы, яғни аруақ, өз ата-әжелеріміздің басқа бір деңгейде, өзге өлшемде жалғасқан болмысы. Ал өлшем деген сөзде неге қорқу керекпіз? Қорықпау керекпіз. Бүкіл әлем өлшемдерден тұрады. Уақыт өлшем, жылдамдық өлшем, ғаламның өзі өлшемдер жүйесі. Ғалам, планета деген ұғымдар да бізге жат емес. Қазақ халқы ертеден-ақ
Аспан денелерін таныған сүмбіле, шолпан, жеті қарақшы, ай, мұның бәрі ғаламдағы аспан нысандары. Біз оларды күн сайын көріп отырамыз. Бұл физика, астрономия, космология, бұл нақты ғылым. Бәрінде НАСА, сондай-ақ Америка, Европа, Жапония, Үндістан, Қытай ғалымдары сананың шегінен тыс не бар екенін үздіксіз зерттеп жатыр. Ал біз кейде әлі де тар шеңберде қалып, білмегенімізден қорқып жүрміз. Ғаламда адам тағдырын, қасиеттің күшін зерттей жүріп, ең әуелі күннен бастап жоғарғы тылсым әлемдегі биік тіршілік иелерінен үйренген бір терең ақиқат бар. Осы ақиқатқа байланысты 2022-23 жылдары жаратқан жүректерімізді сан түрлі сынақтан өткізді. Биік рухтардың көбісі дәл осы кезеңде тексерістен өтеді. Көпшілігінің құлап, қайта бастайтын тұсы да осы жер. 2023-24 жылдары ғаламның ұзақ күтуінің түрлі ғажайыптарды көрсете отырып, қасиетті бірден іске қостырғанымен, сабырмен үйретудің себебі де осы болды. Жоғарғы әлем тек күш беріп қана қоймай, сол күшті қалай қолдану керектігін жүрек арқылы түсіндірді. Қазір біз, сіздер, жалпы қазақ жеріндегі рухтар өте мықты деңгейге көтерілдік. Қасиет арқылы тек жеке адам тағдырына ғана емес, ұлтқа, мемлекетке, планетаға, тіпті ғаламдық деңгейдегі процестерге әсер ете алатын қуат берілді. Бұл аз күш емес, алайда осыншама күштің артында өте нәзік, өте ауыр жауапкершілік жатыр. Ең алғашқы тылсым әлем көріністері басталған сәттен бері жүрекке салынған басты сабақ мынау болды. Қандай биік қасиет берілсе де, оны ешқашан ашуға, ренішке, кекке, түсінбеушілікке бола қолдануға болмайды. Жақының, бауырың, жолдасың, атанаң немесе бөтен адам көңіліңе тиді деп, сол қасиетті адам тағдырын қасақана күйретуге жұмсауға болмайды. Өйткені қасиеті күшті ашылған адамның наласы өте ауыр болады. Жоғарғы деңгейге көтерілгенде, пенде болған соң ашуыңа тиетін адамдардың кездесуі заңдылық. Бірақ қасиетім бар, бәрін жасай аламын деп, бойдағы күшті жамандыққа бағыттау жүрек заңдылығына қарсы. Себебі қолыңда алапат күш тұрғанда оның екі жолы бар екенін түсіну керек. Ол күшке ғажайып жасауға да болады. Сол күшпен үйретуге де болады. Өйткені қолыңа ұлы күшті бергенімен, бұл қолыңа алмаз, бриллиантты бергенмен тең. Одан көмір жасайсың ба, әлде әшекей жасайсың ба, тек өз жүрегіңнің қалауы. Бірақ Құдайға берген әр адамның өз уәдесі бойынша қасиет тек таза жүректе, жылы жүректе ғана тоқтаусыз, өлшеусіз дамиды. Жоғарғы әлем былай дейді: бойларыңа орасан зор күш бердік. Оның атауы қасиет. Бірақ оны тек жүрек жолында пайдаланыңыздар. Иә, ашуға тигенде осы күшпен басып тастауға да болар еді, бірақ онда қасиет жүрекке байланбайды. Сондықтан ғалам қасиет ашылғанда ең алдымен мынаны үйретеді: жақсы ойла, кешіре сал, жүректі ауырлатпа. Өйткені бұл күш қылыш секілді, бір жүзі қиып түсіреді, бір жүзі емдейді. Таразы басын тең ұстап, алапат күшті тек игілікке қолдану заңдылық. Бұл жүрек заңы. Ғаламда мұндай биік қасиетті бірден бермейді. Жүрегіңді қайта-қайта тексеріп барып қана сеніп тапсырады. Жүрегіне қанжар сұққан адамды да кешіре салу, ергеңді алыстатып, үнсіз кетіп қалу, бұл да жүрек заңы. Іргеңді алыстауға әрқашан құқың бар, ал кешіру міндет. Сондықтан қасиеті терең ашылған көптеген адамдардың өзімен өзі оңаша өмір сүріп, ешкімге араласпай, тек миссиямен жүруінің сыры да осында. Ең алғашқы жаратушыдан келген жолдауда бір ғана үн болды: тек биіктей беріңдер. Төменмен күресу емес, қараңғылықпен айқасу емес, жарықтың көбеюі тек биіктеуде екен. Мұны біз уақыт өте келе ғана ұқтық. Артқа тартқанға тартылып қалмау, төменге шақырғанға ермеу, жауап күресте емес, алға жүруде екен. Дауыспен емес, дәлелдеумен емес, айқаймен емес,
Жүрекпен жүрген адам биіктейді. Биіктеген сайын төмен өзінен өзі маңызын жоғалтады. Жаратушы үйреткен жол осы болды. Өз жүрегіңізді тыңдаңыз. Өзіңізді естейтін күнге келді. Бұл сәт тек адам тағдырының ғана емес, ғаламның өзі қайта туылатын кезең. 2026 жылдың 26 ақпаны дәл сондай күн. Әрқайсымыз өз тағдырымызды жасаймыз. Өз жүрегімді тыңдаймыз. Өз қасиет күшімізді тыңдаймыз. Өзіңізді тыңдайсыз. Бір сәтке болса да өз үніңмен өмір сүретін кезеңге қадам басамыз. 26 ақпанда ғаламды жаратушы Құдай қайта жаратады. Бұрын біз мұндай терең дүниелерді білмедік. Ғалам әр 2000 жылдық сайын қайта жаралып отырады. Жаңа матрицаның алғашқы түп нұсқасы қазақ жерінде Астана төрінде құралады. Мұны ғалам күштері өз рухтарыңыз арқылы жүзеге асырамыз. Өзгеріс адам тағдырынан басталып, планета тағдырына дейін жетеді. Ғалам ақпараттарын бере кетейік. Кеше түннен бері жерге галактикалық альянс өкілдері түсті. Яғни жерге тек аса маңызды үлкен ғаламдық іс-шаралар кезінде ғана түсетін жаратқанның биік тіршілік иелері келді. Олар біздің елде өтетін іс-шараларды, форумдарды, саяси және экономикалық даму бағыттарын реттеу үшін түсіп жатыр. Адамзатқа көмек көрсету үшін келді. Олардың есімдері Аман деп аталатын биік тіршілік иелері. Бұл ұлы бастама, жаратушының ұлы жоспары. Жерге түскен осы биік тіршілік иелерін көріп, сезіп жатқан рухтар да бар. Олар адам тәнін емдеумен, жүректерді ашумен де айналысуда. Бұл галактикалық альянс өкілдері жерге екінші рет түсіп отыр екен. Ең алғаш рет еліміз тәуелсіздік алар уақытта түскен. Ал екінші рет осы ғаламдық форумға байланысты келіп отыр. Бұл да елімізді Құдайдың өзі қорғап, аруақтардың жебеп тұрғанының айқын бейнесі. Сонымен қатар канун деп аталатын өзге ғаламшарлықтар да жерге қатар түсті. Олар жүрегі ауыратын адамдарды емдеуге кірісті. Қазір жердің герці өте қатты көтерілуде. Энергия деңгейі артты. Сана ашылады дегеннің мәні де осыда. Энергия герці көтерілген сайын адам жүрегі жаңа қысымға бірден шыдай алмайды. Әсіресе жүрегі жабық адамдар үшін бұл жаңа энергияны көтеру оңай емес. Сондықтан жүрегі жабық жандардың жүрегін ашып, аман алып қалу үшін көмекке шақырылды. Синхронды түрде биік рухтар бұл үдерістерді өз көздерімен қасиеті арқылы көріп отыр. 26 ақпан жанымыздың көкке өрлеуі. Бұл күн жанымыздың оянып, рухани тұрғыда жоғарылауын білдіреді. Әрбір қадам бізді тек күнделікті күйбең тіршіліктен ғана емес, өзімізді шектейтін ойлар мен қорқыныштардан да босатады. Бұл жоғарыға ұшу емес, керісінше өз ішімізге үңілу. Адам ескі ренішін, ауыр ойларын артта қалдырып, өзінің шынайы болмысын еске түсіреді. Жоғары ұшу санада болады. Сол кезде сана кеңейеді, жүрек тынышталады. Ал ішкі жарық бізге кім екенімізді сезіндіреді. Яғни біз іздеген жауаптардың бәрі өз ішімізде екенін түсінеміз. Қазіргі кезең тірі эмоция кезеңі. Тірі эмоция дегеніміз пенде ретінде барлық сезімді сезіну. Ашулануыңыз мүмкін, ренжу, өкпе, айқай, жылау бәрі де қалыпты. Көбіміз қасиет жолына түскен кезде кейде кәдімгі адам болудан қалып қоямыз. Сондықтан өзіңізді қыспаңыз. Ашуыңыз келсе, ол да шығуы керек эмоция. Жерде физикалық тәнде жүрген соң күнде түрлі эмоция болады. Мұның бәрі заңдылық. Сезініңіз. Мен санасы оянған адаммын. Маған мүлде ашулануға болмайды деп өзіңізді тағы да тар шеңберге қысып тастамаңыз. Жай ғана адам болыңыз. Алыптар да адам, адамдар да алып, екеуі қарсы емес. Тірі болу деген осы. Қазір әр сәт сайын адамдардың қасиеті ашылып, арқасы көтеріліп жатқанын көріп отырмыз. Жоғарғы әлем былай дейді: қасиет тоқтаусыз жаппай ашылады. Дегенмен қасиетім ашылды деп, өмірдің қызығынан бас кешпеңдер. Орнымен бәрінен дәм татып, бүкіл ғажапты сіңіріп өмір сүріңіздер. Яғни тепе-теңдік.
Бастысы басқаға зиян тигізбеу. Қазір рухтарымыз бойларымызға табиғи тірі эмоцияларды шығарып жатыр. Ақпанның 20-сынан кейін эмоциялық качеля кезеңі. Содан соң сол эмоцияны ақылға жеңдіру кезеңі басталады. Жер бетінде еш эмоция шығармайтын адамдар бар. Олардың саны өте сирек. Кейде эмоция шықпай қалатын кездер болады. Еш жылай да, еш күле де алмайтын сәттер кездеседі. Мұндай кезең қасиет қыса бастаған алғашқы уақыттарда болады. Немесе ауыр қайғыны бастан кешіргенде де солай эмоция өшіп қалады. Себебі адамның қасиеті оның тәнін, жанын, ДНК-сын өзгертіп барып ашылады. Сондай кезде көбіміз ешқандай эмоция болмай қалған кездерді бастан кешірдік. Ең қорқыныштысы да сол кезең өзіңді тірі ретінде сезіне алмау. Ал егер эмоция шығып тұрса, тірісің, пендесің дегенді білдіреді. Қазір эмоцияға Меркурий планетасының энергиясы және осы планетадағы рухтардың жұмысы әсер етуде. Бұл әсер санамызға да, жүрекке де ықпал жасап жатыр. Меркурий планетасы ақыл мен парасаттылықтың планетасы. Бұл планетаның эмоциясы жерге түскен кезде адамды ақылмен шешім қабылдауға үйретеді. Жер планетасы қазір толық ауыр қара энергиядан тазаруда. Төменгі вибрациялы өркениеттер өз жұмысын толық тоқтатады. Олардың дәуірі аяқталды. Сондықтан қазір сіздер адамзатты ғасырлар бойы басқарған шетелдік элиталардың дәуірінің аяқталған ақиқатын көріп отырсыздар. Ғалам мен жер планетасы өзінің ғарыштық конституциясын өзгертуде. Ғарыш заңдары да қазір өзгеруде. Өйткені ескі өркениеттегі рухтар өз қызметін тоқтатты, жаңаға орын берді. Дәуір алмасты деген осы. Қорқытып басқарған жүйе бүкіл әлемде құлауда. Себебі қорқа жүріп батыр болдық. Ескі қара энергия өркениет 2000 жылдық бойы басқарып, енді орнын жаңа өркениетке, жаңа сатылы адамзатқа жарыққа берді. Адам санасы қорқыныштан енді ғана арылды. Бұл ескі өркениет бізді үнемі қорқытып, сол арқылы басқарды. Алдағы 3 жылдықта ол толығымен кетеді, ізі де қалмайды. Өлшемдердің өзі өзгеруде. Кеңістіктің өзі бостықтан тұрады. Пустота. Жерде ғана уақыт бар. Жоғарғы параллель өлшемдерде уақыт жоқ. Біз қазір уақыттан тыс уақытқа шығудамыз. Уақыт ұғымы да өз маңызын жоюда. Адамдарда қартаю процесі тежелді. Бірақ мынандай өзгеріс болады. Жаңа өркениетті жас кісілер, балалар өте дана болады. Ал ескі дәуірден келген үлкен кісілердің сана деңгейіндегі кемелдігі сәл әлсіздеу болады дейді. Себебі екі дәуір тоғысқанда даналық уақытпен өлшенбейді, тек санамен өлшенеді. Қазір жастардың бәрін білетін содан. Бұл да дәуірлер заңдылығы дейді. Қазақта көпті көргеннен сұра деген даналық бар. Енді қазір бәрімізге қажет ақиқат осы. Көп көргендердің, жолды білгендердің ізімен дамысаңыздар дейді жоғарғы күштер. Ғаламнан ақпарат. Қазіргі орасан зор энергияға жер шыдас бермей тұр. Себебі рухтың жоғарғы энергиясын жердегі физикалық тән көтере алмай жатыр. Сондықтан биік рухтардың жердегі тәні қалтырап, дірілдеп, терісіне сыймай бомба сияқты жарылғысы келіп тұрғандай күй кешеді. Өз күшің өз ішіңде жарылардай сезімдер пайда болуда. Өйткені әзірге жер мен көктің энергиясы әлі теңесе алмай жатыр. Төмен мен биік үйкеліс күшіне түскенде адам тәні жарылардай болып тұр. Рух орасан зор алапат күшпен тынымсыз жұмыс жасауда. Қара энергия дәуірі аяқталды дедік. Енді рухтарымыз жердегі ескі көне энергияны жоғары көтеріп, өз өлшемдеріне жіберуде. Рух жоғарыда тынымсыз жұмыс жасағанда тән өздігінен шаршай береді. Физикалық ауыр жұмыс жасағандай күй кешесің. Бұл қалыпты жағдай. Демек сен рухпен синхронды түрде жұмыс жасаудасың. Назарларыңызға көп рахмет. Бұл жазбаның авторы қазақ қызы Фарида. Төменге Instagram парақшасын белгілеп қоямын. Сол парақшаның ішін ашып, зерттеп оқысаңыздар, нағыз біздің көкірек көзіміз ашылатын ақпараттар бар.